Hello students, how are you? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін біз сіздермен 4-ті сыныпқа арналған Pupils Book кітабының 56-57 беттеріндегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Exercise number 16. Listen and repeat then match. Тыңда, қайтала, одан кейін сәйкестендір. Суретте әртүрлі маман иесі берілген, соның жазбаша түрде атауын табуымыз қажет. Бірінші, компьютер программы. Компьютер бағдарламашы, яғни A суретіндегі. Екінші, механик. Механик бізде I суретінде көрсетілген. Үшінші бізде nurse, медбике. Медбике бізде H суретінде көрсетілген. Төртінші, electrician, яғни электрик. Электрик бізде C суретінде көрсетілген, яғни тоқтарды жөндейді. Бесінші бізде shop assistant, яғни дүкен сатушысы. Яғни дүкендерде, магазиндерде кеңес беріп, киімдерді көрсетіп жүретін адам. Бұл бізде D суретінде көрсетілген. Алтыншы, news reporter. Бұл яғни жаңалықтарды жүргізетін адам. Алтыда F болады. Жетінші, waitress. Waitress дегеніміз даяшы. Даяшы бізде E суретінде көрсетілген. Сегіз, photography. Яғни фотограф. Фотограф бізде G суретінде көрсетілген. Тоғызыншы бізде dentist. Dentist бізде тіс дәрігері, яғни бұл G суретінде көрсетілген. Тоғызда G болады. Оныншы бізде architect, яғни архитектор. Архитектор бізде B суретінде болады. Exercise number 17. Read and complete. Оқыңыз және де аяқтаңыз. Бұл жерде сөйлем берілген, біз сол сөйлем арқылы қандай маман иесі екенін анықтауымыз қажет. Бірінші сөйлем, my father can fix his own car. Менің әкем өз көлігін жөндей алады. He is a mechanic. Ол механик. Екінші сөйлем, Әсел works at a hospital. Әсел ауруханада жұмыс істейді. She is a nurse. Ол медбике. Үшінші сөйлем, I can design computer games. Мен компьютер ойындарын құрастыра аламын. I'm a computer programmer. Мен бағдарламашы, яғни программист, компьютер бағдарламашысымын. Төртінші сөйлем, Қанат works at the TV station. Қанат телеарнада жұмыс жасайды. He is a new reporter. Ол жаңалықтар репортері. Бесінші сөйлем, my sister works at a cafe. She is a waitress. Менің әпкем кафеде жұмыс жасайды. Ол даяшы. Алтыншысы, Mr. Aranov designed our house. He is an architect. Аранов мырза біздің үйді жобалады. Ол архитектор. Exercise number 18. Listen and match. There is one extra job. Бұл тапсырма бойынша арнайы тыңдалым бар. Сол тыңдалымды тыңдағаннан кейін бұл тапсырманы орындау қажет. Балалардың есімдері және де олардың жасағысы келетін жұмыстары. Бірінші бізде Саймон. Саймон B суретінде, яғни тіс дәрігері болғысы келеді. Dentist. Екінші бізде Тина. Тина D суреті, яғни ол архитектор болғысы келеді. Үшінші бізде Боб. Боб E суреті, фотограф болғысы келеді. Төртінші бізде Келли. Келлида A жауабы, яғни компьютер бағдарламашысы, компьютер программы. Бесінші бізде Ник. Ник бізде news reporter, жаңалық репортері, F жауабы. Study spot, ереже. Dr. Green, Dr. Black, Dr. Brown. Tall, taller, tallest. Биік, биігірек, ең биік. Big, bigger, biggest. Үлкен, үлкенірек, ең үлкен. Easy, easier, easiest. Оңай, оңайырақ, ең оңай. Good, better, best. Жақсы, жақсырақ, өте жақсы. Bad, worse, worst. Жаман, жамандырақ, одан да жаман. Dr. Black is the tallest of the three. Dr. Black үшеуінің ішіндегі ең ұзыны. Dr. Green is the youngest in the hospital. Dr. Green ауруханадағы ең жасы. Exercise 19. Look, read and complete. Оқы, қара және де толықтыр.
Бұл жердегі сөйлемдерде жақшаның ішінде тұрған сөзді ережеге сәйкес қойып шығуымыз қажет. This is where I live. I think it is the prettiest village in the world. Meet my lovely neighbors. Бұл мен тұратын жер. Менің ойымша, бұл әлемдегі ең әдемі аула. Менің сүйкімді көршілермен танысыңыз дейді. My neighbors. Менің көршілерім. This is Mr. Harris. He is a mechanic, but he's got the slowest car in the world. How funny. Бұл Харрис мырза. Ол механик. Бірақ оның әлемдегі ең баяу көлігі бар. Қандай күлкілі. Екінші. This is Mrs. Smith. She lives next door to us. She is the kindest nurse of all. She always looks after the people when they are sick. Бұл Смит ханым, ол бізге көрші тұрады. Ол ең мейірімді медбике. Ол әрқашан адамдар ауырған кезде қарайды. Келесі Mrs. Carmen lives opposite my house. She is a waitress and her cafe sells the tastiest cakes in our village. Yummy. Кармен ханым менің үйіме қарама-қарсы тұрады. Ол даяшы. Және оның кафесінде біздің ауламыздағы ең дәмді торттар сатылады. Дәмді дейді. Look at Mr. Young. Mr. Young is an architect, and so he has got the biggest house in the village. Wow! Ян мырзаға қараңыз. Мистер Ян сәулетші, яғни архитектор. Сондықтан оның ауладағы ең үлкен үйі бар. These are my neighbors, and they are great. Бұл менің көршілерім, және олар керемет. Make your own my neighbors project. Present it to the class. Осы жоғарыда көрсетілген мәтін секілді өздеріңіздің көршілеріңізді жазуларыңыз қажетсіздер. Wonderful people live on my floor. Very often we go to visit each other. A woman, Karlgash, lives opposite my apartment. She works in a hospital. She has a son who is in third grade. Aunt Saule lives next to her apartment. She works in a bank. Менің этажында керемет адамдар тұрады. Біз жиі бір-бірімізге қонаққа барамыз. Менің пәтеріме қарама-қарсы Қарлғаш деген әйел тұрады. Ол ауруханада жұмыс жасайды, және оның 3-ші сынып оқитын баласы бар. Келесі Сәуле апай, ол пәтердің жанында тұрады. Ол банкте жұмыс істейді.